Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамырын жасап әуре болмайтын, яғни лаваштан жасалатын етті пирогтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, қатпарлы, әрі ең бастысы көп уақытыңызды алмайтын дәмді пирог болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар ол лаваш, фарш, бір үлкендеу пияз, сыр, менде моцарелла, жұмыртқа және де тұз бен қара бұрыш. Ең алдымен біз пиязымызды 4 бұрышты етіп майда қылып турап аламыз. Содан соң сырды үккіштен өткіземіз. Кез келген сыр жарай береді. Тіпті сыр болмаса қоспасаңыз да болады. Енді үлкендеу ыдысымызға фаршымызды саламыз. Оның үстінен пиязды қосамыз. Сырды да қосамыз. Және де тұз бен қара бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмамыз дайын. Енді пирогымызды жинаймыз, ол үшін лавашқа фаршымызды салып шығамыз. Егер де сіздің лавашыңыз құрғақ болып жатса, немесе фаршыңыз майсыз болса, мен сияқты осылай сұйық маймен жағып шықсаңыз болады. Әрбір фаршқа жеткілікті етіп салмасын саламыз, және де видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Абайлап жасаймыз, себебі лаваш жыртылып кетуі мүмкін. Барлығын, яғни осылай орап шығамыз. Менде 4 рулет шықты. Енді формаға, яғни пергамент қағазын төсеп, осылай видеодағыдай улитка тәріздес етіп, барлығын қойып шығамыз. Бір лаваш, яғни орама біткен жерден екіншісін жалғастырамыз. Егер де сізде лавашыңыз үлкендеу болса, онда салмасына қарай сізде үшеу шығуы мүмкін. Сондықтан барлығын өзіңіздің, яғни ингредиенттеріңізге қарап жасай бересіздер. Менде формамның диаметрі 26 сантиметр. Барлығын осылай орналастырып, бетінен бір жұмыртқаны осылай кисточкамен жақсылап жағып шығамыз. Мол қылып жағамыз. Және де үстінен осылай күнжіт себуді шештім, бірақ бұл маңызды емес. Енді 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Мінекей менің пирогым пісті. Енді формадан осылай пышақпен ажыратамыз, және де толықтай формадан шығарып, ыстықтай ұсына береміз. Өте дәмді әрі қатпарлы болып шығады. Ең бастысы асығыс кезде көп уақытыңызды алмайтын, тез дайындап жіберетін пирог. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, үй-іштеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Ал менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, әрі каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.